Өмірге өзім келгелі, өзгеріп кеттім бір түрлі, қаз бастан қалт-құлт келбері, өркенім менің сүйкімді. Теп-тетте ғана жүрегім, тірлікте не бір жай болар, мұқалмасыншы жігерің, намысың менен қайрап ал. Бұл менің әкемнің үйдің тұңғышы ретінде мен өмірге келгенде шығарған өлең еді. Әкем ақын, журналист кісі болғандықтан біздің барлығымызды кітапқа, әдебиетке жақын етіп өсірді. Кейін бұл қасиет менің ұстаздық жолымда көп көмегін тигізді десе қателеспеймін. Ата-анамның балаларына берген тәрбиесінің басты қағидасы: пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге деген Абай атамыздың өлең жолдарына саяды. Сондықтан болар бізге кішкентай кезімізден бастап кітап жинаған. Мына кітаптар мен дүниеге келгеннен бергі әкеміздің жинаған кітаптары. Ішінде танымал тұлғалардың қолтаңбалары да бар. Мысалы, Бейімбет Майлиннің мына әңгімелер жинағын қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы, қаншама өренді спортқа баулып, бағын ашқан палуан Жақсылық Шкемпіров ағамыз сыйлаған. Жалпы менің ойымша, кітап оқып, білімге ұмтылған бала өмірден адаспай өз жолын табады. Максим Горкийдің «Мен өз бойымдағы барлық жақсылығым үшін кітапқа борыштармын» деген сөзін мен де нық сеніммен айта аламын. 11-ші сыныпты үздік аяқтап, Көкшетау қаласындағы Мусин атындағы Қазақ педагогика колледжінің бастауыш оқыту әдістемесі мен педагогикасы мамандығын қызыл дипломмен аяқтадым. Колледжден кейін еліміздің маңдай алды оқу орны Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне түстім. Биылғы жылғы республика көлемінде қолға алынған оқуға құштар мектеп жобасы бала күннен кітапқа құштар болып өскен маған түрткі болды. Сөйтіп осы оқу жылында мен де өз сыныбымен оқуға құштар сынып жобасын қолға алдым. Сыныбымда өзім сияқты кітап оқуды жақсы көретін оқушылар көп. Қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер, отанымның тарихы, елімнің атақты тұлғалары тақырыптарында өз жұмыстарын жүйелеп, жұмыстар жүргізілуде. Ұлттық кітапханамен үнемі байланыста болып, түрлі іс-шараларға қатысамыз. Ұлттық кітапхананың кішкентай оқырмандарының кітапқа деген қызығушылықтарын елеп, ескеріп, арнайы алғыс хаттармен марапаттағаны оқушыларымды да мені де қанағаттандырады. Мектеп оқушыларға күнделікті білім беріп қана қоймай, сонымен қатар тәлім-тәрбие беріп, болашағына бағыт сілтейтін, таным көкжиегін кеңейтетін жер. Мен де оқушыларымның ғылым білімге деген құлшынысын арттырып, әр салаға деген қызығушылықтары, белсенділіктері күшейгеніне қуанамын. Алдағы уақытта осы сыныпта оқыған оқушылар әр салада мықты маман болып, тәуелсіз елімізді гүлдендіруге атсалысатын тұлға атанатынына сенімдімін. Осы сенім менің ұстаз ретінде кәсіби тұрғыда өсуіме көмектеседі, бойыма жігер береді. Мен оқушыларымның мектепте өткізген әр күніне қуанып, үйлеріне шабыттанып қайтқанын қалаймын. Сонда ғана олардың ата-аналары үміттеніп өсіріп отырған ұл-қыздарының болашағына сеніммен қарайды. Бұл сенім мені қанағаттандырады. Мен өз жүрегімдегі мектепті жүзеге асыра алған бақытты ұстазбын.